Мұхтар Омарханұлы атындағы кітапханада мерейтой орын алды. Шаһарымыздың құрылған жылдарынан сыр шерткен әсем кештің қадірлі қонақтары 54-51 әскери бөлімінің сарбаздары мен қаламыздың ақсақалдары, сондай-ақ жоғарғы оқу орындарының студенттері де болды. Кітапханада жиылған жұртшылық үшін қойылған сахналық қойылымда көрермендер көңілінен шыққан. Айтпа дейін кемпірім, дәл осыдан 80 жыл бұрын алғаш қаланың орнында қалашық қана болған. Әдеби сазды кеште өз өнерлерімен бөліскен студенттер қауымы аянып қалмағандары анық. Сарбаздар қара домбырамен әуелете ән салып, 80 жылдық мерейтойдың кешегі күндері тілге тиек етілді. Кітапханамызда қаламыздың, яғни Қарағанды қаласының 80 жылдығына орай күлтегін клуб мүшелерінің ұйымдастыруымен әдеби сазды кеш ұйымдастырылды. Оған яғни жоғары оқу орындарының және колледж студенттері қатысты, яғни өз өнерлерін көрсетті. Сонымен қоса өздерінің шығармашылықтарынан осы қалаға арналған өлеңдерін оқыды. Кітапхана қызметкерлерінің айтуынша, қала мерейтойына орай мұндай шаралар әлі де өз жалғасын табатын болады. Айдын Тонтайтегі, Жанайдар Рахымжанов, Бауыржан Ермағанбетов, 5-ші арна.